Орыс генералы Алексей Макшеев «Путешествие по казахским степям и Туркестанскому краю» атты еңбегінде Бөкей Ордасында билік құрған сұлтан Ахмет Жантөриннің соңғы сәттері туралы мәлімет береді. Ол небәрі 41 жыл өмір сүрген, 10 жылдай сұлтан болған, оның қызметіне екі жақты баға беруге болады. Bir жағынан Ахмет сұлтан Кенесарыға қарсы күрескен, екінші жағынан оның тұсында Бөкей Ордасы сол дәуірдің жаңалықтарын жылдам қабылдады. Қазақтарда сауда, жолаушы тасымалы, тұз тасымалдау сияқты жаңа кәсіби салалар дамыды. Ол жиендік секілді туыстар арасындағы барымтаға, түрлі қақтығыстарға келетін ескірген әдет-ғұрыптарды жоюға тырысқан. Жантөрин қазақ балалары үшін мектептер салуға ұмтылды. Қазақтардың көпшілігі қалайтындай мектеп ашылса, құрметті әрі дәулетті ордалықтар аз балаларын бұл мекемеге сеніп тапсыра алады, әрі оларды сауатсыз молдалардың тәрбиесіне бермейтін болады. Бұл молдалар міндетін нашар орындап қана қоймай, балаларға жағымсыз әрі зиянды түсініктерді де сіңіріп жатыр деп жазды Ахмет Жантөрин. Макшеев Жантөринді еуропалық білім мен орыс тілін жетік меңгерген тұлға дей отырып, оны қазақтар да орыстар да бірдей құрметтегенін жазады. Ахмет сұлтанның соңғы сәттерін былай суреттейді. Отбасы жақындары қаумалаған сұлтан ұзақ әрі ауыр сырқаттан жаны қиналып, тілі күрмеліп, үнсіз қалыпта болды. Молда баяу даусымен иман келтіріп жатты. Ол қабірдегі тыныштық, үнсіздік, яғни араб тіліндегі сакын түсінігі туралы баяндап жатқанда, сұлтан бар күшін жиып, мұңайып, сакын молда, яғни молда тыныш деп айтты. Молда болса оның сөздеріне еш көңіл бөлмейді. Сұлтан жаңа күшпен даусын көтеріп сакын молда деп қатты әрі анық қайталайды. Молда түк болмағандай жалғастыра береді. Сонда сұлтан бар күшін жинап, төсегінен көтеріліп, бұйрықты қатқыл дауыспен Ахмет сұлтан саған сакын молда деп бұйрат деді. Сол сәтте жастыққа құлап дем үзілді. Осы және басқа деректерді Алексей Макшеевтің жаңа кітабынан біле аласыз. Бұл еңбек Амалбукс баспамыздан Ордамет компаниясының қолдауымен жарық көрді. Каспийден тапсырыс беріңіз.